дәлелі хайрат сырға толы салауат деп қойдық. Өйткені салауаттың бойында адамзаттың білетін білмейтін сырлар толып жатыр да. Санның сырлары бар. Сол себепті ойлаймын енді адамдарды осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам салауат айту арқылы салауаттың сырларына қол жеткізіп өмірлерін иншалла берекеге нұрға бөленеді деген ойдамыз. Сол себепті кітаптың аты сырға толы салауат. Қалайша Абу Бәкір Айяш қалайша адамдар Құранды күнделікті оқуға себепкер болған сияқты біз де ойлаймын иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салауат айтуды күнделікті адамдардың өміріне енгізуге септігін тигізеді деген ойдамыз. Алла тағала баршамызды неміз кішкентай жүктімізді қабыл етсін. Бір таңғалатыны мынау енді алдымызда тұр дәлел хайрат кітабы. Қатты да енді адам бір нәрсе істеп жатқан кезде оның жемісін көрген соң ондан соң ықылас арттырады. Мысырда еститін, бірақ есім шығып кеткен, бірақ өзім осы соңғы сапарымда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам беруге бардым Мәдина қаласына умрада. Сол жерде кірсем, мына пайғамбарымыздың дәрісі бар баратын. Сол жердің жақта есімдер жазылып тұрады ғой. Сол жерде хазиги асмау нәби деп тұр, пайғамбардың есімдері деп ше. Оказывается, Құдайдың құдіреті сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Рауда шарифатында андай қасиетті жатқан қабірінде апаратын жолға қабірге жазылған есімдердің бәрі Дәлел хайрат кітабында келетін пайғамбарымыз 99 есім екен ғой. Есім. Енді ойлаңызшы, мынау кітап бар, Дәлел хайрат кітабында келген пайғамбарымыз 99 көркем есімі сол халық ерісін дәл қазір қабірінде жазылып тұрды. Субханалла. Бұл неге бұл кітапты біз біліп тұрып, неге соншалықты бұл сирқос қарап жүрміз енді? Соншалықты Алла ерісінің есінде жаңағы қабіріне баратын дәлізде осыларды жазып қойған да. Біз оған неге қабілетті жүрміз енді. Сол себепті білмеймін, бұл кітап енді біз айтып отырдық та адамдарға жаңағы осы істе көмектесуге жәрдем берген кісілер қасында. Не етейікші деймін да, бұл кітап әрбір Қазақстандағы хотя мұсылман үйде тұрсын депші. Құран оқыған кезде бір Құран оқып болған соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір салауат айтып қойсын. Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад бір салауат айтып қоятын болса, Алла тағала иншалла әрбір отбасына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи құрмет себебінен иншалла береке береді деген ойдамыз. Айтамын да осы жаңағы Дәлел хайрат кітабын жаңағы соншалықты мұсылмандарда кең тарауы, мұсылмандардың күнделікті өмірлерін енгізуі соншалықты жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не ғой енді махаббатын көрініс ғой. Енді осыған қатысты ғалымдар былай деп айтады, негізі салауат көп та негізінде ғалымдар жазған, бірақ оның ішінде имам Жазуридікі ерекше танылған ғой. Мүмкін шейх не шығар дейді, ықылас шығар деп. Ықылас ма? Өйткені анда адам кейбір кезде бір нәрседе күмәндануы мүмкін, бірақ андай көз жеткен кезде әрекет басқаша болады ғой. Ғалымдар айтады, имам Жазури негізі үлкен ғалым болған дейді, онсыз да белгілі. Сөйтіп ол кісі жаңағы бір сапарлап жүрген кезде жаңағыдай бір құдықтың басына келеді, су алайын десе, жаңағы су алатын ыдыс та жоқ, шелек те жоқ, жіп те жоқ. Сөйтіп қиналып тұрған кезде енді кейбір риуаяттарда жаңағы әже деп кетеді, кейбір жас қыз деп кетеді. Иә. Жас қыз келіп жаңағы құдыққа түкірген кезде құдықтың су толады. Сосын суды алады, су ішеді, сосын дәретін алады, сосын жаңағы қыздан сұрайды дейді. Иә. Сен қандай әулиелік бар енді не істейтіндей суды толтыратын деп сұрайды ғой. Сонда тұрмыз ғой. Біз осы ғалым болып тұрды деп. Иә. Сөйтіп ана қыз айтты, мен ешқандай әулиелігім жоқ. Мен тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға көп салауат айтамын дейді. Жаңағы бір шетінен не де шығар, Алла ерісінің хадис бар ғой. Соллю алейхи, маған салауат айтыңдар, фаина сурата алейхи тақти хауайж деген. Маған салауат айтуларың қажеттіліктерді өтейді деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис бар. Біз Алла ерісінің ақиқатын бәріміз білеміз. Сол әлге салауат айту арқылы дәл қазір ғалым болудың қажеттілігі дәрет алып еді ғой. Соны Алла тағала өтеп берді. Сол кезде шейх көз жетеді дейді. Соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айту несі бар ғой. Құндылығы қаншалық екенші. Сөйтіп жаңа имам Жазури риуаяттары келгенде сол жақтан бір несіне қайтады дейді. Қалаға айтады. Ол кісі не екен, Мароккан ғой. Сол жаққа барып кітап қараларды бәрін ақтарып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға табиғиндердің, сахабалардың, ғалымдардың қандай салауат айтудың формасы бар, бәрін жинақтаған. Жинақтайды. Сөйтіп ол кісі Дәлел хайрат шауарих ануар деп кітап шығарады. Дәлел хайрат деп айтып тұр ғой. Жақсылыққа жол сілтеу, жақсылыққа нұсқау деген. Сол жақсылыққа нұсқаудың өзі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айту екен. Және сол жалпы бұл кісінің ықыласпен жазғандығы көп салауат жинақтар болса да, бірақ осы кең таралып кеткен дейді. Тарихта қалды дейсіз. Тарихта қалған. Яғни тіпті тарихта қалғаны былай тұрсын, әрбір мұсылман үйінде Құран кәріммен қатар тұратын кітап қайнаған дейді. Соншалықты мұсылмандар көңіл бөлген. Мен енді өзіме не болды да, андай Құраннан кейін ең көп басылған кітап деген кезде мен дейсім, соншалықты мұсылмандар
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтуға осынша не істеген да, көңіл бөлген айтып жатыр да. Енді осы орайда біз маңызды нәрсені бірді ойлаймын да, өзіңіз салауат айтуға қатысты өміріңізде өткен бір жайтпен бөліссеңіз. Салауат айту немесе осыны өміріңізге енгізу сіздің өміріңізде қандай бір не алып келді? Өзгеріс деп айтамыз ба, немесе бір жемісін көрген нәрсе ма? Жаңағы сөздің басында айтып отырмыз, адам өзі өте пайда күнеміз. Бір нәрсенің пайдасын ойлап тұрамыз, жаңағы өзіміздің бір қажеттілігімізді. Жалпы енді мен өткенде бір оқиға естіп отырмын. Сонда жаңағы Алижан Қари бар ғой. Сол кісі өзі ұстазының өміріндегі болған нәрсені айтып отыр да. Мен жалпы енді өзімнің өмірімде ондай нәрсені Алла тағала болашақта нәсіп етсін. Көзімізді жеткізіп, иншалла. Соған үміт етеміз, соған әрекет жасап жатырмыз. Күнделікті жаңағы бәкеңнен жаңағы дәләйіл хайратты алып, шаманың келгенше жаңағыдай күнделікті үзбей бір күнге бөлінген жаңағы бөлігін оқуға тырысып жатырмын. Кейде енді бір күндер болмай қалады, бірақ болмай қалса да таңда оқымасақ та әйтеуір сол күннің ішінде оқып алуға тырысып жатырмын да. Қазасын өтеміз дейсіз. Қазасын өтеп, енді уақытында өтегенде болмайды. Таң намазынан кейін отырып бір жарты сағат көңіл бөлсең өте керемет та. Бірақ енді жаңағы мына дүниенің өзі бір не ғой, енді күрес қой, нәпсіменен күрес, шайқас. Міне сондықтан иншалла Алла тағала. Бірақ жалпы мен өзімнің өмірімдегі айтайын дегенім осы күнделікті таң намазынан кейін бір жаңағы кішігірім Құран оқып бір парадай, одан кейін осы дәләйіл хайратта бөлігін не қылған сайын жалпы өзімнің алдағы, одан алдыңғы істемей жүрген кездегі өмірменен салыстырып болмайды. Өйткені жаңағы одан алдын кішкене бір құлшылыққа деген сондай бір рухани бір ауырлық болса, одан кейінгі уақыттарда бір құлшылықта бір береке бар да. Алланың бір жеңілдігі бар. Одан кейін жаңағы уақытында оқып алуға, уақытында жаңағыдай не істеуге, сондай бір. Одан кейін адамның жаңағы ең үлкен маңыздылығы әла би зикрилла татмаиннал құлуб дейді ғой. Жүректер Алланы еске алумен тынышталады деп. Алдыңғыға қарағанда жүректің тыныштығы әлхамдулилля. Жалпы енді өзімнің өмірімнен жаңағы салыстырып жатқан дүние ғой. Одан кейін жаңағы кімнің Алижан Қаридің несі өте қатты әсер етті сол оқиғасына. Өйткені жаңағы шейхінің жоспарын айтады. Шейхі бір 40-40-тарға барған кезде жалғыз өзі қажылыққа барған екен. Сонда енді дұға еткен ғой, енді 60-тарға келген кезде міндетті түрде әйелімді алып келемін деп. Сөйтіп семьямен келемін деп. Сол 60-тарға жақындаған кезде баяғы дұғасы бар, несі бар, өзі қари. Сонымен жаңағы ояқта ақшасы болмағандар өкіметке тапсырады екен. Өкіметіне жаңа комиссия шығарып, мынау барады, мынау бармайды деп шығарады екен. Сонда айтады ғой, жалқау бір көршісі бар екен да. Сол екеуі бірдей барып тапсырған ғой. Сөйтсе жаңағы жалқау көршісі өтіп кетті да. Бұл өте алмай қалды. Сонда жаңағы бұл енді пенде болған екен, енді адам налиды ғой енді. Анау өтіп кетті, мен неге өте алмай қалдым деді. Сонымен айтады, анау өтіп кетті, неге мен өте алмай қалдым деп таңғы уақытта сәресінің кезінде тахаджуд намазын оқиды да. Бұл 20 мың салауат айтады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 20 мың салауат айтып сонда ұйықтап кетеді екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артында 4 адам бар дейді. Түсіне кіреді дейді. Сонда жаңа аятта бар ғана адам жаңа сасқалақ өте жаңағыдай ажал деп келеді ғой. Инна халақнал ажал деп келеді аят. Жаңағы адам өте сондай бір асығыс, өзге сондай жаратылған деп. Сонда сен асықпа деп айтады пайғамбарымыз. Кәна ажула. Асықпа деп айтады. Сонда енді пайғамбарымыз түсіне кірді бұл. Демек пайғамбар кірді деген сөз гарантия деген сөз.
бірақ жаңағыдай қысылып жатыр дейді. Қажылыққа бір апта уақыт қалған дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сол Саудияның жаңағы қажылық аэропортының несі бар ғой, министрі бар ғой, аэропортты басқаратын басшының түсіне кіріп, Мысырда осындай бір шейх бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи түсіне кіреді дейді. Мысырда осындай пәленше деген шейх бар. Соның барын алдына барып отырасың, сабақ аласың Құраннан, сөйтіп оны қажылыққа алып келесің деп. Сөйтіп анау жаңағы 10 күн қалған кезде қажылыққа ұшып келеді дейді. Алдында 3 күн сабақ алады дейді. Сөйтіп баласына айтады дейді. Әке шешеңнің маған несін бер, паспортын бер. Сөйтіп 5 күн қалған кезде қажылыққа барасың деп путевка жіберткізеді дейді бұған. Сөйтіп жаңағы Саудиядан жеке самолет келеді. Иә, шейхті салып алады әйеліменен бірге. Сөйтіп шейх барады, қажылығын жасайды, қажылығын жасап, бәрін өтеп болған кезде жаңағы аэропортта әлгі қажылыққа 10 күн қалған кезде 3 күн сабақ алған кісі бар ғой, сол көрінеді дейді. Сен не алып жүрсің бұл жақта? Ойбай, осы мен осы жердемін, осы мына аэропорттың басшысымын деп айтады дейді. Сонда сен мені қалай таптың деген ғой. Сонда сіздің түсіңізге кірген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мені сізге жолдады деген ғой. Міне соның аясында міне осындай жағдай болды деген да. Қысқаша айтып жатыр мен бұл жерде. Әлгі шейхтардың өмірінде ықыласпенен пайғамбарымызға айтқан салауатының нәтижесі ол бәрімізге сабақ деп ойлаймын да. Бізде кейде сол жаңағы тәуекел, шынайы соған сенім, ықыласымыз жетпей жатады дейді. Ықылас болмаған жерде ол ешнәрсе болмайды деп ойлаймын. Сонда Алла тағала ықыластылығымызды арттырса екен деп дұға жасаймыз енді осындай. Осы жаңа сіздің сөзіңізді дәл қуаттайтын оқиға бар да. Абу Фатта Абу-Ғуда өзінің Сафағат мен Сабр ғұлама кітабында осы оқиға келтіреді. Жалпы мындай не бар да, түсінік бар да, ғалымдарда ең маңызды мамандық дін саласында ол мұхаддистер дейді. Неге дейсіз? Мұхаддистер пайғамбарымыз саласында көп сауат айтқандар дейді. Өйткені Алла айтқан сайын Расулаллах саллаллаху алейхи айтып береді. Көп айтады олар. Күнде хадистер өтесің, жазасың, сызасың деген сияқты. Және сондай бір оқиға бар да, бір 6 ілім жолына жүрген балалар, ілім талап жүрген жігіттер жүріп, жаңағы қарындары ашып, ақшалары жоқ болып жерде қалады. Сол кейбір сол кім еді жаңағы Абу Фатта Абу-Ғуда келтірген қиссада жаңағы патшаның ішіне пайғамбар кіреді екен. Бәленше осында мені ілім талап етіп жүрген 6 шәкірт аяқ жатыр, соның қажетін өтеп бер депші. Хадистер оны пайғамбар хадисін риуаят етіп жаттайды. Сол адамдарды пайғамбар түсіне кіргізіп, әлгі адамдарға жаңағы патшаны жіберіп, соның несінде болады депші. Қажетін болады депші. Кейбір кезде бізде осындай бір жаңағы алла елшісіне қатысты насихаттау жұмыстарын істеген кезде, бір нәрсе болмай жатқан кезде Алла тағала бір жақтан жібереді бізге. Сонда былай айтамын ғой, қасымызда жүрген бауырларымызға, осы көмектесіп жүрген кісілерге, егер біз пайғамбар қызмет істейтін болсақ, Алла тағала қалғандар біздің қызметке әкеліп қояды екен ғой депші. Ойланбаған жерден шынымен көп жағдайда болмай жатады, енді жүрмей жатады, бірақ Алла тағала бізге адамдардың өздерін жібереді, осындай нәрсе істейік, бүйтейік деген. Сол жерде жаңа айтып отырсыз, шынайы пайғамбарға сену және ықыласпен салауат айту, шынымен де жаңағы хадис келгенде тақдил хауаидж, адамдардың қажеттіліктерін сөзсіз өтейді. Алла разы болсын. Сіз шамалаңыз. Енді менің есіме біраз оқиғалар түсіп тұр. Соның ішінде жаңағы бір оқиға естіген едік. Мына Иран жерінде бір кісі таксист болады екен да. Өзінің отбасын сол таксовать ету арқылы, адамдар тасымалдау арқылы күн көреді екен. Сөйтіп жүрген кезде бір күні байқайды, өзінің машинасының дөңгелектері бар ғой, жайлап тозғанын байқайды. Сөйтіп тозғанын байқайды да бір күні үйіне келіп әйелімен ақылдасады ғой. Бәрі ақылдасады болып тұр әйелімен. Сөйтеді да әйелімен сөйтеді да әйеліне айтады, сіз енді бір келесі айда енді таксист болғаннан кейін түсінікті ғой, қаражат жағы қатты, енді бай болмайды ғой кісілер. Сөйтіп әйеліне айтады, келесі айда сіз кішкене қаражаттарды сол кішкене қыса тұрыңыз, мен мына жаңа дөңгелектерді алып алайын дейді. Сөйтіп ол кісі біраз
бір айдай уақытта ақшасын жинап сөйтіп мына дөңгелектерді алуға ақша жинайды. Сөйтіп бір ай уақыт өтеді. Бір ай уақыт өткеннен кейін таңертең тұрып әйеліне шай ішіп отырған кезде айтады: бүгін иншалла Алланың рахымымен иншалла ақшам жиналды, толды, енді мен барып бүгін иншалла дөңгелектерді аламын дейді. Әйелі де қуанады, өзі де қуанады. Енді күн несі ғой, күн көрістің несі ғой, көзі ғой. Сөйтеді, ол кісі жолға шығады. Жолда қаланың ішіне кетіп бара жатқан кезде светофор болады ғой, соған тоқтап қалады да, бір оң жағына қараса, бір әйелді байқайды. Ана әйел түрінен кәдімгі бір мұқтаждық көрініп тұрды. Анда қайыр сұрап тұрған жоқ, бірақ мұқтаждық көрініп тұр да. Енді сол кісінің керемет андай бір сезімталдығы ғой. Сол кісіге барады, ол кісі сұрайды: сіздің қандай қажетіңіз бар? Жанында кішкентай қызы бар екен. Ол кісі басында айтпайды: жоқ, керек емес, Алла разы болсын, өзім шешемін деп. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін жаңа түсіндіреді: мен шынымен де осындай қатты бір тығырыққа тіреліп қалдым, қаржылай жағынан бір көмек керек болып тұр. Оны сізге айтқым келіп тұрған жоқ, бірақ сондай жағдай болып тұр деп түсіндіреді. Сол кезде жаңағы таксовать ететін кісі алады да, өзінің бағана жинаған ақшасы бар ғой, соны алады да: хайыр, иншалла, Алла разылығы үшін осы кісіге берейін, тағы бір ай шыдасақ, бір айдан кейін тағы жинаймын ғой деп, сол кісінің қажетіне береді. Сөйтеді, өзі машинасына мінеді, ойланады ғой: мен жаңа әйелім айтып қойдым ғой, бүгін машина жаңа дөңгелекпен келемін деп, енді тағы айтсам ренжімей ма деген секілді ойлайды да. Енді сөйтеді, хайыр дейді, үйіне. Бәріміздің проблемамыз. Бәріміз проблемамыз сол дейсіз, рұқсат алу дейсіз. Сөйтеді, ол кісі жарайды, хайыр деп салауатын айтып, сөйтіп үйіне қайтады. Ішінен ойлап жүреді: тағы бір ай соза тұрайын деп, бірақ әйеліме айтпай қояйын деп. Үйіне келген кезде жаңа әйелі сұрайды: сіз заказ бердіңіз ба деп. Ана кісі енді андай астарлы түрде өтірік те айтпайды, былай сөйтеді, айтады: альхамдулилля, бәрі шешіледі, уайымдамаңыз дейді. Сөйтіп ішінен өзі қайттан келесі күннен бастап ақша жинай бастайды ғой. Сөйтіп 2 апта уақыт өтеді дейді. 2 апта уақыт өткеннен кейін мына түскі асқа келсе үйіне, әйелі айтып отыр. Ол кісі айтады: сіз анау 2 апта алдын берген дөңгелектеріңіз бар еді ғой дейді. Сол дөңгелектер заказ түсіпті, сіз алып кетпеспіз ғой дейді, мырзам дейді. Сол кезде ол кісі қатты таңғалады: шынымен де сондай ма дейді. Енді білдіртпейді ғой әйеліне. Онда адресін айтып жіберсейші дейді, қай жер екен деп. Сөйтіп ол кісі айтады: мынандай жер екен, сол жерге заказ берген едіңіз ғой дейді. Болды дейді. Ол кісі таңғалады ішінен: қалай, мен бермеген едім ғой дейді. Бірақ әйеліне білдіртпейді, машинасына отырып сөйтіп сол жерге, жаңағы айтқан СТО дейді, жаңағы дөңгелек ауыстыратын жерге келеді. Сөйтіп келген кезде оның алдында бір кісі күтіп алады. Сөйтіп: сіздің есіміңіз пәленше ма дейді. Менің есімім осындай. Машалла, сіз қандай керемет адамсыз дейді. Мен мына СТО-ның бастығымын дейді. Мен мына СТО-ның бастығымын. Жүріңіз, менімен бірге барып жоғары көтеріліп шай ішейік, мен сізге бір күшті оқиға айтайын дейді. Ана кісі таңғалады. Сөйтеді, екеуі шай ішіп отырып, ана кісі айтады: мен 3 күн бойы тоқтамастан түсіме пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кірді дейді. 3 күн бойы. Бірінші кірген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам маған сіздің атыңызды толық айтты дейді. Осы кісінің қажетін өте деп бір айтты дейді. Мен басында енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргеннен кейін, қуанғаннан кейін оянып, сондай бір ерекше сезімде болдым дейді. Сөйтіп келесі күні тағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кіреді, дәл сөйтіп сіздің атыңызды айтып, сіздің қажетіңізді өтесін деп әмір етеді. Мен ол кезде ойланып қалдым дейді. Сөйтіп 3-ші күні кірген кезде сол кезде түсіндім, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл әмір екен ғой деп. Бірден орындауым керекпін деп, жаңағы бүкіл нелерімді, таныстарымды қосып, сіздің адресіңізді бәрін білдім, сіздің әйеліңізге де звондадым. Сөйтсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кісіге жаңағы салауат айтып жүріп, жаңағы әйелдің мұқтаждығын өтеді ғой. Сол мұқтаждығын өтеген үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл кісінің түсіне кіріп, осы 4 дөңгелегін мен сізге дайындап қойдым дейді ғой. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам маған осыны әмір етті дейді ғой. Содан кейін ана кісі қатты таңғалады. Сол кезде сұрайды: сіз сонда көп салауат айтасыз ба деген кезде: мен үнемі жолда жүргенге салауат айтып жүремін дейді. Енді салауатқа сіз білесіз ғой, ешқандай дәреті, шарттары да ондай жоқ қой. Қай жерде болса да айтады, соны айтып жүрген ол кісі. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сондай бір адамдармен байланысы, тіпті жаңа сіз айттыңыз ғой, қажылыққа алып барады. Тіпті осындай қарапайым қажеттіліктердің өзін осы салауат арқылы өтеуге болады екен да. Біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам деген махаббатымыз сол деңгейге жеткізсін иншалла.
пайғамбарымызға деген салауаттың берекесі. Пайғамбарымыздың уақытында бір кісі келеді дейді. Сонда я Алланың елшісі, кедейліктен шаршадым дейді. Шаршадым ба кедейліктен дегенде иә дейді. Сонда сен үйіңе кіргенде үйіңде адам болсын болмасын ассаламу алейкум рахматуллахи баракат деп сәлем беріп кір дейді. Одан кейін маған салауат айт дейді. Одан кейін құл хуаллаху ахад аллаху самад деп осы сүрені оқы дейді. Сонда Алла сенің үйіңе берекені береді деген. Әлгі азамат осыған, әлгі сахаба осыған амал жасаған. Сонда үйінің берекесінің толғандығы соншалықты берекесі көршілеріне дейін жайып кеткен екен. Оны жаңағы Хафиз Абу Муса әл-Мәдәнидің риуаятында келтіреді екен. Міне сондықтан жалпы енді ана бір қиссамыз бар біздің. Кезінде сол ұстаздарымыз айтатын. Қожекең ине жоғалтып алыпты дейді да. Үйінде жоғалтып алған ғой. Есігінің алдында іздеп жүр дейді. Көршісі айтады дейді, Қожекең не жоғалттың? Ине жоғалттым деген, екеуі іздеп жатыр дейді. Сонымен көршісі бір уақыттан Қожеке қай жерлерде, қай тұстарға түсірдің деген. Айтады дейді, үйде түсіріп алдым деп та. Онда неге үйді іздемейміз деген ғой. Сөйтсе айтады дейді, адамдар қазір сол секілді жаңағы адамдар бақытты исламнан емес, бақыттыны пайғамбарымыздың берекесінен емес, бақытты Европадан басқа жақтан мысалға да қазір тиктоктың ішіндегі немесе инстаграмның ішіндегі жаңағыдай жылтыраған 1 минуттық бақыт өмірден сондай нәрседен іздеп отыр ғой. Сондықтан осы нәрселердің барлығы бұл пайғамбарымыздың әрбір жаңағы айтылған салауаты болсын, осындай ғибратты дүниелер, оқиғалар бұл адамның өмірін берекесін кіргізеді. Тек біздерге жаңағы жетпейтіндігі соған шынайы ықыласымен, шынайы сеніп амал ету ғана жетеді. Осыған қатысты Маржани бар ғой, татардың ұлы қауымдарының бірі. Сол кісінің сөзі бар екен де. Негізі салауат айтатын кезде пайғамбарға ешқандай пайда зиян жоқ дейді. Ең бірінші кезекте салауат айтушы адам өзі пайдалады дейді. Егер мысалы саудада мысалы үшін 1 теңге беріп 10 теңге пайда көретін болса, ол не ғой енді? Рибх те арабша пайданың ең несі жоғары маржа. Маржаның ең жоғары 10x. Ал сол сияқты да сен пайғамбар бір сауда ететін болса, 10 рет қайтып отырады дейді. Соның ішінде жаңа айтқан береке бар яқта. Аллахум барик аля Мұхаммад ва аля Мұхаммад деген кезде сен өзің автоматты оң береке тілеп жатсың да. Ол береке сөзсіз жаңағыдай рызық формасында, материалдық болсын, жүрек тыныштығы болсын, сөйтіп келе береді ғой. Сосын жаңағы қазір есіме түсіп отыр да енді. Аман сіз де Мысырда оқыдыңыз ғой. Біз де Алла тағаланың қалауымен Аль-Азхар университетінде оқыдық. Сол жердегі жаңағыдай халықтың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи деген махаббат көрінісін бөліскім келіп отыр да. Неде Аль-Азхарда не бар, кәдімгі университеттің қабырлары бар ғой. Сол жақта не тұрады да? Хәл аттарта фәмәк бис-салати аля хабиб деп айтады. Бүгін пайғамбарымыз саллаллаху салауат айту аузыңды әтірледің ба дейді. Сенің аузыңа әтірдің хош иістің шығуы, ол сенің аузыңа пайғамбар салауат айтумен есіп береді. Сосын нелерде автобустардың іштерінде уаджал уақт аль-фарағ бис-салати аля хабиб деп тұрады. Бос уақытыңды құр өткізбей пайғамбарға салауат айтып тұрады. Андай атмосфера бүкіл жер андай пайғамбарға салауат айтып итермелеп тұрады. Немесе жаңа нелерде де білесіз ғой енді нелерде Мысырда барып адам бір жол сұрайтын болсаң, қалай барамын дейтін болсаң, ұскут немесе тыныштал дейді. Тыныштал дейді ше. Солли аля наби дейді. Пайғамбар салауат айтады. Сосын былай деп барасың айтады ше. Андай солли аля наби айтады. Тіпті керек болатын болса, мәші солып қалады бір. Енді бұл зұлымдық деп ойлаймын. Дұрыс емес. Солып қалады. Сосын ашылып жатады. Сол кезде тұрады, солли аля наби дейді. Аллахым басылып қалады. Ана кәдімгі салауат адам басады ше. Сосын ада сөйлесіп кетіп қалады да. Біз ана неде Аль-Азхар университетінің жатақханасы Бағлыста сол жақта тұрдық қой. Сол жақта келді, таксист мәші соғып кетті. Сосын елдің бәрі араласты да, сосын пайғамбар салауат айтпай тынышталып қалды да. Сосын елдің бәрі бітіріп мәші отырып кетіп қалды да. Ана кісі осы жолда қалды, бампер түсіп қалған. Ешкім ойнайынса қалып қалды да. Пайғамбар салауат айтып тұрды, сөйтіп қалып қалған. Сол жердегі енді бұл енді дұрыс емес қой, бірақ айтып жүрген дүние жаңағы халықтың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көп салауат айтуда. Любой жерде неде базарда болсын, сауда орталықтарында болсын,
пайғамбар саллаллаху алейhi қатты насихатталады да, и адамдар соны ұстанады. Соны бізде есімде Мысырда бір африкалық шәкірттің үстіне пайғамбарымыз саллаллаху алейhi кіріпті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейhi сол кезде жаңағы неден сұрайды ғой, шәкірт кімнен сұрайды да, пайғамбар саллаллаху алейhi Аллахтың елшісі, сізге жер бетіндегі ең сүйікті ұлт ретінде кімдер деп сұрайды ғой. Пайғамбар саллаллаху алейhi айтқан мысырлықтар деп. Енді мысырлықтардың басқа ерекшелігі не бар? Өйткені олар не ғой? Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейhi вассалам көп салауат айтады. Бойларына сіңіп кеткен. Бойына сіңіп кеткен. Пайғамбар салауат көп айту, сол пайғамбар көп салауат айту арқылы алла пайғамбардың сүйікті ұлты болғанда. Өйткені хадис солай келеді ғой. Ертең қиямет күні маған ең жақындарым аксарухум алейхи саллату, маған ең көп салауат айтатындар. Яғни пайғамбар саллаллаху көп салауат айтатын, сәйкесінше алла елшісіне ең не болады екен да, қиямет қайымда. Пайғамбарымыздың ең жақын мәжілістерінде көп болатын, сол пайғамбарымызға ең көп салауат айтатындар болады дейді ғой. Енді мынау жаңағы мына дүниелік немене есептегенде жаңағыдай беделді, сондай бір жаңағыдай бір дүниесі көп азаматтарға жақын болғысы келеді ғой адамдар. Солардың мәжілісінде қазір енді жаңағы коуч дейді, басқа нәрсе, одан кейін солармен жаңағы бірге отырып шайда дастарханда отырып сол нәрсені адам енді беделді көреді ғой. Жалпы енді ең үлкен адамға бедел беретін нәрсе, беделді ұстану керек болған дүние осы пайғамбарымызға деген көп салауат, пайғамбарымыздың қарапайымдылығын бойына жинау. Осы нәрсені негізі адам мақсат тұту керек деп ойлаймын. Сондықтан енді ол соны мақсат тұтқан кезде ғана ол жаңағыдай нағыз момын мұсылман болады. Бір оқиға есіме түсіп кетті да, бір шамдық ғалымға бір әйел кабинетіне, өзінің бөлмесіне атып кіреді да, былай ешқандай рұқсат сұрамастан, сөйтіп қатты бір бойында үрей ма, бір қатты қорқыныш болды дейді да, әйелдің бойында. Сосын әйел бір нәрседен уайымдаса қатты көрінеді ғой, қатты уайымдап ана шейхтің алдына кәдімгідей уайымы сезілді дейді. Шейх айтып жатыр да, шамдық ғалым ғой. Сосын ол ғалым ішінен ойлапты да, бұл әйел бәлкім бір ажырасқан шығар, бәлкім бір жақыны туысы қайтыс болған шығар, бәлкім бір қатты бір оқиға болған шығар деп ішімнен ойладым дейді да. Сол кезде сол әйелден сұраған кезде, сіз неге, қандай себеп болды, келіп отырыңыз, жаңағыдай демалыңыз, айтып беріңізші деген кезде, ол кісі мынандай бір керемет сөз айтқан екен да. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға күнде 15 мың салауат айтатынмын дейді да. Сөйтіп 15 мың салауат айтып жүріп, күнде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көретінмін дейді да. Бірақ міне 3 күн болды, 3 күн бойы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көре алмай жүрмін дейді да. Соған мен қатты уайыммен келіп тұрмын дейді да сізге. Ана әйелдің соншалықты салауатты көп айтуы күнде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көретін да, бірақ мына осы соңғы 3 күн көрмеу, бәлкім мен бір күнә істеп қойдым ба, жоқ әлде бір нәрсе істеп қойдым ба, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды ренжітіп қойдым ба деп шамдық ғалымнан келіп сұрап жатыр екен. Сонда қандай дәрежедегі әйел болып тұр ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды күнде көретін. Сонда салауаттың сонда саны сол болып тұр ғой, енді ең аз деген сол шығар енді 15 мың. Ол ғалым өз күнде көрмейтін шығар. Машалла. Қандай керемет деймін да адамдар. Машалла, пайдаланып пайғамбар көріп нәсіп етсін. Иншалла. Енді қалай ойлайсыз Қажеке? Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жер бетіне келмегенде еді, адамзаттың халі қалай болар еді? Ақылы түрде жауап бергенде енді Алла тағала ешқандай қауымды жалғыз тастамаған ғой. Барлығына пайғамбар жіберіп отырған. Мен енді бұл сұраққа былай жауап берер едім. Пайғамбарымыз жаңағы ең соңы болдық және оздық деген хадисі бар ғой. Сондықтан осы соңғы үмбет болып, сол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның атын айтып, соған салауат айтып, соның сүннетін еріп барынша соның үмметі болып жүргеніне өте өзімді бақытты сезінемін. Өйткені Алла тағала бізде енді пайғамбарымыздың уақытында сахаба болуымыз нәсіп болған жоқ. Одан кейін табиғин болуымыз нәсіп болған жоқ. Бірақ енді Алла тағала соның ізінен еруді Алла тағала біздерге нәсіп етті. Өйткені біздің бабаларымыз сол жолды ұстанды және біздерге аманат етті. Міне сондықтан Алла тағала ешқандай қауымын жеке қалдырмаған. Бірақ енді сол жаңағы кейбір қауымдар бұзылып
адасып Алланың қаһарына ұшырады, Алла сақтасын. Міне солардан болмағандығымызға өте үлкен Аллаға шүкір етемін. Одан кейін пайғамбарымыздың мынау осы жолында жүргізіп, және де сол осы өзіміздің айналамыздағы тақуалардың Аллаға құлшылық жасап жүрген жаңағыдай шынайы момын мұсылмандардың басында жүргізіп қойғандығына өте үлкен бір шүкіршілігімді айтамын. Ал енді пайғамбарымызды бұл дүниеге жібермегенде адам баласының халі ол белгілі ғой. Өйткені жаңағы адам баласының басына қандай да ауыр қайғы қасірет түссе, ол бірінші пайғамбарымыздың дүниеден өткендігін есіне алсын дейді ғой. Одан ауыр қайғы қаза жоқ дейді. Мысалы хадис. Хадис бұл. Сондықтан Алла тағала ол нәрсені бізге нәсіп етті. Осы нәрсені бізге нәсіп етті. Үлкен шүкіршілік. Сондықтан пайғамбар жоқ болған кезде адамзаттың халі мүшкіл болар еді. Мүшкіл болар еді. Жаңағы хусурдың аятта айттық қой. Хусурға, зиянға кеткендер сол пайғамбардың жаңағы берекесінен көкірегінде нұр дедіңіз ғой жаңағы. Сол нұрдан нәр ала алмағандардан болып қалар еді, Алла сақтасын. Осы сіздің сөзіңізді қуаттағым келіп отыр да, кімнің Ибн Камал Башан әл-Мунира деген кітабы бар. Сол жерде ол кісі айтады да, хикматы ирсал расул деген бап бар да, жер бетіне елшілердің келу қандай хикметі бар деп. Жалпы біздің матурди сенім мектебі бойынша адам ақылмен Құдай тану мүмкін ғой, негізі Құдай тағала бар, аспанға қарап, жерге қарап, өзіне қарап тану мүмкін да. Бірақ адамның табиғаты сондай дейді, егер елші келіп мынау болады, мынау дұрыс емес, мынауынан ақыс деп айтпағанда еді, адамдар жаңағы недегі ормандағы жануарлар сияқты мықты әлсіз жек қоятын еді дейді. Адамға мысалы жер бетінде рызық бар, басқасы таласу үшін пайғамбар келіп жүйелемесе, мынау нан ақысы айтпаған кезде адамзат бір-бірін жоқ қылып жіберетін дейді. Және екінші дейді, адамзат дейді пайғамбарге үйретпесе дейді, мынау нәрсе пайдалы, мынау нәрсе зиян, мысалы үшін жаңағы шошқан етін жеуге болмайды, нан болмайды, мынау сендерге пайдалы деп айтатын адам оны білмейді дейді ақылмен. Құдаймен тану мүмкін ғой дейді, бірақ оның бәрін біле алмайды дейді. Әрбір затты тәжірибеден істеп жүрген кезде біреу зиян, біреу пайда өліп қалуы мүмкін ғой дейді. Бірақ сол жұмыстардың бәрін оған пайғамбар жеңілдетіп қойған дейді. Жахилиет дәуіреске келеді дейсіз. Ана кімде несі бар да, имам Ғазалидің ана Кимия сағада кітабында айтады ғой, ой айтады, пайғамбарлар қанша маңызды жайлы ғой. Алла тағала адам жаратқан ғой, Алла тағала адамның қайда бақытты болатынын өзі біледі дейді Алла тағала. Және Алла тағала сол бақытты болу кілтін өзі қаза сақтап қойған дейді. Сол бақыт кілтін жер бетіне алып түскен олар пайғамбарлар дейді. Біз қазіргі кезде бәрі әйтеуір бақытты болуды қалайды, әркім әйтеуір ментор бар, коуч бар, формасын іздейді, мынандай форма, андай форма, бүйтсем бақытты боламын, бүйтсем бақытты, әрі іздеп жүр. Негізі имам айтады, сол мәңгілік бақытты болудың формуласын Алла тағала өзінде қалдырып қойған, ал оны жер бетіне алып түскен ол пайғамбар саласы. Ал егер адам қай кезде пайғамбарымыз салсам сол әкенің сүннетін өмірде қолдана бастайтын болса, онда сол бақытты өзіне енгізе бастайды. Соншалықты пайғамбар бізге мейлі пайда зиян болсын, жер бетінде тыныштық хақларды орнатып беру болсын, тіпті бақыттың формуласы керек болса, егер пайғамбар бізге Құдай қалай құлшылық етуді үйреткен да. Құдай тағала бар, бірақ біз қайтып құлшылықты білмейміз ғой. Пайғамбар бізге үйретті да. Сол себепті егер жер бетіне пайғамбар келмесе дейді, имам Камал Башан айтады, жер беті хаос болады, быт-шыт болады. Бір-бірінің хаққыларына кіріп, жаңағы ел мен заятын хаққыларын белгілемегенде еді, нәрсе болмағанда еді, онда жер беті түгелдей хаос болады дейді. Сол себепті пайғамбарлардың жер бетіне келуі өте маңызды дейді. Енді осы орайда аман ұстаз, сіз қалай ойлайсыз, егер жер бетіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келмейтін болса, біздің халіміз қалай болар еді? Осы тұста маған бір аят есіме түсіп тұр да. Яхруджу миназ зулумати иля нур дейді ғой. Сол кезде пайғамбар болмаған кезде бәлкім біздің өміріміз бәрі зұлмат болып кететін еді ма деп ойлаймын да. Өйткені пайғамбар саллаллаху бізге андай бір шырақ қой. Түндегі шырақ болғаннан кейін бұл әлемнің әртүрлі қараңғылықтарынан біз сол пайғамбар саллаллаху осы бізді шығарғаннан кейін, зұлматтан шығарғаннан кейін пайғамбар саллаллаху рөлі сондай ма деп ойлаймын да. Біз полный пайғамбар саллаллаху болмаған кезде бәлкім қап қараңғылықта жүретін едік. Мейлі күн шығып тұр, күн мен түн ауысатын еді, бірақ мына рухани тұрғыдан, бүкіл тұрғыдан
иә мағынауи тұрғыда кәдімгі зұлмат болатын еді да. Мен ана студенттерге де бір жақсы көретін бір мысалым бар. Былай елестетіңіздерші деймін да, қап қараңғы жер деймін да, ортасында әдемі мынандай асфальт төселіп тұр деймін да, светі бар, бәрі бар, жан жақтың бәрі қап қараңғы, ар жақта тіпті жарыларға да түсіп кету ықтималдығы бар, жол жоқ, тас бүкіл жер, бірақ бір жол ғана бар да, әдемі асфальт секілді төселген деймін да. Енді сіз мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті осы секілді деймін да. Егер де сіз осы дұрыс асфальт нұры бар дұрыс жолға түссеңіз түзу соңына дейін жетесіз ғой деймін да. Егер де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ермесеңіз, мына асфальтқа түспесеңіз, ана қараңғылық жаққа кетіп қаласыз да, сосын көрінбейді ғой еш нәрсе. Сол кезде жардан құлау, адасу, басқа жаққа кетіп қалу, соның барлығы сол кезде былай айтқан орындалады деймін да. Бірақ егер де сіз мына асфальт жолға түссеңіз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне жайлап еріп, пайғамбар саллаллаху алейхи салауат айту арқылы, пайғамбар саллаллаху зерттеу арқылы сүннетін ерсеңіз, жайлап сіздің пайғамбар саллаллаху өзі салып кеткен әдемі жол бар ғой деймін да. Соған түсіп алыңыз да жүре беріңіз. Сол кезде Алла тағаланың иншалла разылығына сол жол жеткізеді ғой деймін. Сол бірақ асфальт жол, бірақ қалған жердің бәрі қараңғылық деймін. Соған бір түсіп алсаңыздар, біз түсіп алсақ, иншалла ол кезде иншалла Алланың разылығына жетеміз деймін да. Одан басқа артық жол жоқ. Одан пайғамбар саллаллаху алейхи артық сіз ешкім таба алмайсыз. Сізге былай фонарикпен бәлкім жағуы мүмкін, бірақ ол фонариктің батарейкасы бітіп қалады. Сонымен сіз адасып кетуіңіз мүмкін да. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи бір әдемі жол төсеп берді бізге, бәрін жаңа сіз айтқанда өзіңіз де заңдастырып, бәрі әдемілеп қойып берді. Енді осы жолмен тек жүріп шықшы деп тұр ғой пайғамбар саллаллаху алейхи. Менің артыма ерсеңіз, иншалла Алланың разылығына жетесіңіз. Тіпті Құранда сөйтіп жатыр ма, иә? Сироджа мунира. Мунира жарқыраған жұлдыз еді. Пайғамбарымыз жаңа айтқандай қап-қара түнде жарқырап тұрған жұлдыз. Ана айтады ғой кім? Имам Джаузи. Пайғамбар Сироджа деп сипатталған ше. Неге Алла тағала пайғамбарымыз саласамды Әл-Харамнан Әл-Ақса қоныс аударды ғой? Шамшырақ деп па? Неге түнде ауыстыр дейді ше? Қажеке. Алла. Неге пайғамбарымыз саласам күндіз ауыстырып Алла тағала құшықтар жетеді ғой дейді ше. Неге именно Алла тағала түнде пайғамбарымыз қоныс аударды? Өйткені дейді пайғамбар шамшырақ қой дейді ше. Шамшырақ өзінің шамшырақ қай кезде білдіреді? Қараңғы дейді. Қалайша Алла тағала жарық болған сияқты түнде тура сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қараңғылықта жарық алып шығады. Енді бүкіл әлем қараң болса, пайғамбарымыз свет жанып тұр. Кім сояққа келетін болса, табысқа жетеді. Сол себепті Алла тағала пайғамбарымыз сипаттаған Сироджа мунира, шыныменде жарқыраған жұлдыз там деп пайғамбарымыз сипаттаған. Сол себепті кер кезде ойласаң жаңағындай кімге таңғаламыз, Қодағият рахималлаху Құран аяттарын теріп, соны түгелдей жаңағы пайғамбарымыз салсам байланыс етеді ғой. Сіз айттыңыз ғой, әлі бе зикре тәтмайнал құлуб, пайғамбарымыз кімді Алла тағала зикр етуге жүрек тынышталады деп, сол жерде Қодағият би Мұхаммед уасхаби дейді. Пайғамбарымыз салсамды және сахабаларды еске алып оларды оқитын болсын жүрек тынышталады. Мысалы үшін жаңағы біз айтамыз ғой дәрістерде, өмірде қиыншылық болса пайғамбар салса просто пайғамбар қиыншылық сен қиыншылық түк емес. Қандай қиыншылық болса да түк емес та. Басшы болып қиналып жатсаң пайғамбарымыз жетім болып қиналып жатсаң пайғамбар қара деп. Ана Мысырда оқып әке болып қиналып жатсаң пайғамбарымыз еске алады. Дәл өзі осыны кез келген мәселе деймін ба? Любой мәселе. Біз ана Мысырда оқып жүрген кезде жаңағы келіңіз бала шағаңыз болды ғой енді. Сол жерде студент болған соң кейбір кезде не болады енді жаңағы материалдық қиыншылықтар болады. Сол жерде келіңізбен бірге не оқып жүргенбіз ғой, рахиқил мақтум. Пайғамбарымыз салсамыз өмірбаянын сөйтіп жаңағы келіңіз айтамын, осыны бері оқимыз, кешке талқылаймыз, кетеміз. Ол үйде бала шағаң қарап қалады, дәрістерін оқиды. Мен кешке сабақтан келемін, сосын жаңағы мәселені талқылаймыз ғой. Сол жерден келеді жаңағы бойкот мәселесі. Сахабалардың жаңағы несі, жаңағы шөп жегені, биткені, сөйткені жаңағы көреді да. Соны оқып отырып жаңағы өзің жаңағы дастарханда мықты болса енді бүйтіп шүкір дейсің, біз Құдай шүкір шөп жеп жүрген жоқпыз ғой депші. Тура сол кез келген мәселеде. Енді білесіз, анам қайтып кетті жақында ше. Сол анамда сол ауырған кезде қайтып айтатынды, бағлан, мен Құдайға жазған не бар, Құдай неге мен осы ауырмен сынап жатыр деп көп айтады да маған. Сол кезде айтамын да, Аллахым ол анашым, бұл Аллахтың сіздің сынауы бәріміз сынайды. Бұл ауру керісінше дүниеде сіздің жаңағы қателіктен бәрін алып кетіп жатыр, Құдай кешіріп жатыр айтамын да, кафарат болады деп. Сол жерде айтамын да, ешқандай күнә істемеген жер бетінің адамдар ең тазасы болған пайғамбардың өзі ауырған дейді да. Ол пайғамбарымыз күнәһар болды сөз емес қой. Алла тағала пайғамбарымыз сынаған да. Сол сияқты өмірінде кез келген болатын жайды пайғамбармен салыстыратын болсаң, любой не қиыншылық шешіп жібереді да. Ауырасың ба, материалдық қиыншылық бар ма, немесе басқа мәселелер бар ма, ол не да,
проблеманы шешуге болады да. Иә, тіпті кейбір кезде нелерінде айтамын, қаласында әйеліңмен проблема болып жатқан болса, тіпті пайғамбар саллаллаху кейбір мәселеде жаңағы мұсылман аналармен проблема болса, сол себепті ол нормальный нәрсе. Әдемі шешкен. Иә, әдемі шешкен деп. Сол себепті маңызды нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмір бойы шынымен де біздің көптеген нәрсені шешуге мүмкіндік туғызады да. Алхамдулилля. Иә, тіпті ана аят айтады да, күнделікті оқып жүргенші, ихдина сиротал мұстақим дегенде тура жолға жүргіз дегенші, сізге Мұхаммедтің жолын жүрген жолмен жүргізші деп сұраймыз дейді. Иә. Айтамыз тура жолмен депсі. Енді тура жол қандай жол деген кезде ол Мұхаммед жүріп кеткен жолды бізге нәсіп етші дейді. Ана аяттарды оқығанда біз күнде оқып жүрміз ғой, бірақ енді пайғамбардың жүрген жолымен деп ойламаймыз. Бірақ негізі мұстақим деген сол пайғамбардың жүрген, сахабаның жүрген жолымен бізге Аллахтың жүріп нәсіп етіп сұрайды екенбіз намазды. Сол себепті бұл өте үлкен нәрсе де, жаңағы Алла елшісін өмірбайын оқу. Кімде қазір ойында тұр, айтып кетті, ренжімеңізші. Жоқ, тыңдап тұрмын. Молдар осындай қызық тоқтамаймыз. Бауыржан Али ұстазымыздың, марқұм Алла мейірін алсын, алдына бір кісі келіп жаңағы отбасынан проблема айтады ғой, сөйледі, күнде пайғамбардың өмірбайынан 10 бет оқу деп айтады дейді. Сол жаңағы біраз уақыт өткен соң жаңағы кісінің өзі осы жаңағы ненің отбасының проблема шешімін айтқан дейді. Өйткені шынымен де сен өмірде мәселені пайғамбармен салыстыратын болсаң, соны өмірде қолданатын болсаң, неге болады да жаңағы көптеген өмірде жатқан қиыншылықтарға немесе түсінбеушіліктердің шешімін Алла елшісінің өмірінен табуға болады да. Сөзсіз. Сіз жаңағы тоқтатып жібердің ғой, не? Жоқ, мен сіз ойыңызды ойлап отырып бір нәрсе ойланып кеттім. Ана есіме түсіп кетті да, Зунун аль-Масри деген үлкен ғалым бар, сол кісінің бір күшті сөзі бар да, Алла тағаланың пендені жақсы көргені турасында аламалар, белгілер бар дейді да. Соның ең үлкен және ең маңызды белгісі оның пайғамбар саллаллаху артынан бүкіл ақлақтық тұрғыдан, істік тұрғыдан, мінездік тұрғыдан, әдептік тұрғыдан толықтай еру дейді. Егер де адам соған еретін болса, ол Алла тағала оны жақсы көріп тұр деген Зунун аль-Масридің керемет анықтамасы бар да. Былай айтқанда, Алланың разылығы сол пайғамбар саллаллаху толықтай еру деген керемет мағына ғой деймін да. Машалла. Қажеке, сіздің ойыңызша дәл қазір біздің қоғамда қалайша біз халыққа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи насихаттасақ болады? Алла елшісін. Өзіңіз дін саласында бір тәжірибеңіз бар. Алматы қаласында істедіңіз, Ақтөбеде болдыңыз. Қайтын Алматы қаласы орталық мешітте істедіңіз. Қазір Алматы облысында жаңағыдай үлкен қызмет істеп жатсыз. Осы тәжірибеңізбен бөліссеңіз, біз дәл қазір қазақ қоғамына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қалай насихаттасақ болады? Осы орайда мына жаңағы бәкең несі, Бауыржан Әлиұлының бір айтатын несі бар. Біздер жаңағы жиналып өзіміз не тұрған кезде айтатын, ұстаздарымызда мынандай бір сөз бар деп, сенің пайғамбарың осындай нәрсені істейтін бе деп, осындай сөзден аулақ болыңдар деп та. Иә, сондықтан енді бұл өте ауыр сөз. Қазір енді мұсылмандардың мына жаңағы өздерінің нәпсісіндегі кейбір нәрселерді сол жаңағы шариғатта осындай деп өзінің қателіктерін ақтап алғысы келіп жатады да. Сондықтан мен енді өзімнің мынау жеке немнен айтар болсам, пайғамбарымыздың біздерге қалдырған асыл дінін жалпы осы көркем мінезділік қой енді. Буайсту ли утаммима макарим ал-ахлақ дейді ғой. Пайғамбарымыз, мен бұл жер бетіне көркем мінезді қалыптастыру үшін келдім. Мынау енді пайғамбарымыздың пайғамбарлыққа дейінгі нәрселерін айтады да. Пайғамбарымыздың пайғамбарлыққа дейінгі қоғамдағы орны ол қандай адам еді? Мұхаммед әл-Амин еді. Мұхаммед ол әл-Амин, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбар болмай тұрып ақ, оған Алла тағала жаңағыдай қасиетті кітапты бермей тұрып ақ, оның бар бойында адами қасиеттер тұнып тұр еді. Сондықтан қазіргі момын мұсылмандарға осы нәрсе жетіспей жатады. Адами қасиет, шыншылдық, өтірік айтпау, өйткені жаңағы қазіргі таңда көп мұсылмандардың сөзінде тұрмауы, осы нәрселер мұсылмандарға көп жаңағыдай тіл тиюіне, осы мұсылмандарды қойшы деп айтылуға себеп болып жатқан осындай қателік тұстарымыз бар да. Сондықтан мен айтар едім, қатты діндар болмасаң да, мынау жаңағыдай пайғамбарымыздың осы көркем мінезділігінің аясында барынша өзіңнің осы қарапайымдылық ұстанымың болса, сонда біздің осы бабалардың
пайғамбарымыздың тастап кеткен мынау сүннеті ол күннен күнге жанданар еді деп ойлаймын. Сондықтан алла тағала осы әрбір момын мұсылманға мен пайғамбардың үмметімін дегенге шынайы көркем мінезділікті нәсіп етсе екен. Міне сондықтан көркем мінез деген нәрсе ол өте үлкен адам баласына берілген алла тағаланың рызық несібесі. Өйткені пайғамбарымыздың негізгі жаңағы өзінің хадисіндегі айтқаны бұл сол жаңағы адамдардың бойындағы көркем мінезділікті қалыптастыру. Өйткені исламның негізгі мақсаты қоғамды бейбітшілікке тәрбиелеу ғой. Сондықтан қай кезде қоғам бейбіт болса, ол сол бейбіт қоғамның өмірі бақыт болады. Сондықтан барынша біздер бірінші ілім алып, ислам бұндай екен, сондай екен деуден бірінші адам өзінің тәрбиесімен айналысуға ден қойса екен дейміз. Барынша енді біздің имамдарымыз, ұстаздарымыз осы нәрселерге насихаттап, осы нәрселерге шақырып жатыр ғой. Енді өздеріңіз де университетте шәкірт тәрбиелеп отырған ұстазсыздар. Біздер енді мен айтар едім, енді осы 30 жылдық мемлекетіміз әлі енді жас жігіт қой. Бұл да осы өздерің секілді ертең ұстаздардың бірнеше жылдық тәжірибесіменен, жаңағы практикасымен, руханиятының бір-бірімен байланыс табуының аясында иншалла содан кейінгі тәрбиеленген жастар ол қазіргі жастарға қарағанда олардың сапасы жоғары болады деп ойлаймын жалпы өзім. Өйткені практика бар. Ол практиканың барлығы белгілі. Ал сол практикаменен руханият біріккен кезде қазір енді муфтиятымызда ихсанды тәрбиелеп жатырмыз, насихаттап жатыр. Биылғы жылда мысалға ислам және дәстүр құндылығы деп жариялап жатыр. Дәстүр құндылығының аясында өте үлкен насихат жұмыстары болып жатыр. Бұл дәстүрдің барлығы сол кешегі бабаларымыздың осы дінді, пайғамбарымыздың сүннетін күнделікті өздерінің өміріне айналдыра білгендігінің бұл жаңағы нәтижесі. Сондықтан жаңағы руханиятпенен практика біріккен жерде иншалла пайғамбарымыздың осы насихаты кеңінен дамиды деп ойлаймын. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, неде Алматы облысында біз осы Қонаев қаласына ұйымдастырдық қой, жаңағы мәуліт ше. Сол кезде жаңағы адамдар келді ғой енді ше. Сол жерде сахналандырылған көрініс болды да. Сол жерде адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жаңағы шәмәл Мұхаммед деген сипаттарымен танысып, бұны не форматында жеткізілді? Сахналандырылған көрініс форматында. Енді кей адамдар жаңағыдай біз сияқты адамдар діни ортада өскен, діни хабар адамдарға бұл ниет пайғамбар саллаллаху хабарлар жеткілікті болатын болса да, онда адамдарға не форматта, сахна форматында ерекше қабыл етті. Жаңа адамдарға бұл нәрсе қатты әсер етті. Және тағы бір қуанатын нәрсе, кейбір кезде жаңағыдай кәсіпте жүрген кісілер, немесе қызметте жүрген кісілер көп жағдайда жаңағыдай алла елшілер хабар ресми жатады ғой. Бірақ олар ресми сол жерге келген кезде, пайғамбар саллаллаху естіген кезде не істеді? Біздің Мұхаммед осындай ма деген сияқты тың нәрсе болды олар үшін. Ерекше күйде болып, жаңағы алла елшілер қатты қабыл ете бастады. Сол жақ мысалы Мысырда көрген кейбір нелер, ерекшеліктер, мысалы мәуліт айы болған кезде, пайғамбар дүниеге келген ай, сол жерде нелер істеледі? Жаңағы мысалы ілім мәжілістерінде шәмәл Мұхаммед кітабы көп оқылады. Біз мысалы сол жерге барып осы кітапқа деген мақала ашылған. Сол жерде мысалы үшін есімде болған жаңағы Әл-Асқар университетінде әлем үлкен ғалымдар шақыртты, хадис мәжілістер болатын. Сол шифа кітабын сол жерде ұстаздардың алдында оқып бітіріп, сол жерде қаншама шәкірт ижаза таратылды да. Аллаға шүкір, сол жерде бізге ұстаздардың қолдарынан ижаза бұйырды. Қодыға ятқайдың баратын тізбекпен шифа кітабынан жаңағы ижаза сол авторға барып деген тізбек қой негізінде. Сол үйлестірілді. Бұл деген сөз жаңағы мәтін деген дүние пайғамбарымыз насихаттаудың жолы жаңағыдай мәуліттер арқылы болсын, немесе жаңағы ілім мәжілістер арқылы да алда ішінде кітаптар оқылып, сонда мәжілістер пайда болады да. Және осыдан біз бірнеше жыл бұрын осы мәуліт жайлы мақала жазғанбыз, бірақ әлі шыққан жоқ. Сол жерде жаңағы кімнің Мысыр елінің бұрынғы муфтиі Мұхаммад Бахит Мутаидың кітабы бар, Ахсан калам деген. Сол жерде ол кісі осы мәуліт жайлы жазады да. Мәуліт болатын кезде Мысырдың патшасы сол заманда патшалар ғой. Бүкіл не жин еткен да ғалымдарды, уағызшыларды.
сол жерде үлкен алдына жинап сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам насихаттар айтылады екен да кәдімгідей ана бір осыған ұқсайтын бір кісі айтып жатыр өткенде неге бізде мұсылмандар осы кейбіреулер жаңағындай жаңа жылды бүйтіп үлкен атап өтеді кейбір мемлекеттер бір жерде басқа мемлекет атап өтеді неге осы біз пайғамбар саллаллаху алейхи насихаттайтын мәжілістерді неге осылай өтпейміз дейді да жаңағы біздің де ахмад шариғ айтатын сөз бар да мәуліт тойлайтын үкім не деген кезде енді бізде кеспеш бар болмайды дейді жоқ пайғамбар істемеген сөз солай уәжіп міндет дейді да ше кім үшін дейді да пайғамбар жақсы адамдарға уәж дейді да ше алла тағала кейбір бауырлармен жаңағы пайғамбар арасында бір проблема салып қойған дейді да ше оларға пайғамбарды жақсы көретін пайғамбар сүюге апаратын амалдар тосып қойды да олар дейді да ше ондай мейрамдар негізі пайғамбар саллаллаху жақсы көруге сондай насихаттайтын мейрамдарда ол алла елшісін жақсы көретін көрініс дейді сол сияқты ондай нәрселерді не істеу керек та ше дәріптеу керекпіз дәріптеуіміз керек пайғамбарымыз саллаллаху сондай сияқты әртүрлі нелер арқылы іс шаралар арқылы біз шынымен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды не істеуді дәріптеуді кешеде бір кісі біздің нені оқып алыпты шамил мұхаммад кітабын оқығанда сол жерде не бар пайғамбарымыз сөз сөйлеген кезде асықпай әріптерін анық шығарады сосын жаңағы сөздерін 3 рет қайталайтын еді деген жері бар хадис шамил мұхаммад келеді соны оқып ана бөлісіп жатыр да мен үшін жаңа нәрсе деп ше тың нәрсе иә біз жаңағыда сөз сөйлеу үшін жаңағы ораторский курстарға қатысып бірдеңе үйреніп жүрсек негізі бізге сөйлеуді үйреткен пайғамбар саллаллаху екен ғой дейді жаңағы 3 рет қайталаудың артында жаңағы бір рет есту үшін 2 рет ой жүгірту үшін 3 рет сол жаттап алу үшін пайғамбар сөз сөйлеген дейді бұл мәселе жаңағы бала тәрбиесінде болсын ұстаз болсам да осы нәрсе үйретеді да яғни алла елшісін жаңағы әр қырын әр мәселеде не істесе ашсақ болады екен да негізі көп қолданысқа негізі әли балам ғой 4 жарымда ғой енді тісі ауырып сол докторға алып келе жатырмын ғой енді врачқа неше түрлі сұрақтарды қойып жатыр енді сонда маған әке қашан мен человек паук боламын дейді балам ғой человек паук не қыласың деймін да мен ол өтірік нәрсе әшейін бір кейіпкер ол деп сонда әшейін өтірік үстіне ана киімді киіп алған ба дейді да маған айтады иә сол үстіне өтірік киімді киіп алған ол сен атыңды не үшін әли қойған білесің ба деймін да сен әжесі қойды ғой енді әжең қойды жоқ деп қояды әли деген пайғамбардың күйеу баласы болған пайғамбардың бауыры болған ол ілімнің қақпасы болған ол батыр болған оның батырлығы соншалықты ол жаңағы жаудың қақпасын екі қолымен жұлып алған ол пайғамбардың шәкірті болған сол үшін сен солай деп қойған десем онда мен сондай әли боламын дейді да сондықтан мына жаңағы бәкеңнің айтып жатқаны иә біз халықты өзіміздің бірінші отбасымыздан басталады ғой енді отбасынан басталады соларды сондай тәрбиелеуіміз керек насихаттауымыз керек мен енді ойлаймын сол әлі де сол өзіміздің шалалығымыз әлі де сол пайғамбарымызды танытудағы біздің өзіміздің әлсіздігіміз да мына жаңағы пайғамбарды таныту үшін мәулітті күтеміз бір жылда ол бір жылда бір ай оның өзінде жаңағыдай келіспейтін нәрселер көп оның өзінде пайғамбарымызды насихаттап таныстырып жарғатып жатқан жағдайымыз жоқ міне сондықтан жалпы пайғамбарымызды өмір баянын оның жаңағы сүннетін жүріс тұрысын біз кеңінен насихаттауымыз керек өткендегі мысалға мына шымкентте болған оқиға бар жамағаттың арасындағы ол сол нәрсеге жалпы пайғамбарымыздың сүннетіне келіспеуден ол бірнеше жылда қордаланып келген дүние да ол бірден жарқ ете қалған жоқ ол 2005-тен бері сол жаңағы қойсайшы пайғамбарымыздың сүннеті ол имамға бағыну негізгі сүннет пайғамбарымыздың жаңағы негізгі сахих хадистермен дәлелдеп келген дүниенің барлығы еңбектің барлығын ол жаңағы кейбір топтар теріске шығаруда өйткені сондай бізде идеология жүргендігі бұл жаңағы елдегі имамдар пайғамбарымыздың сүннетіне қарсы жұмыс жасап жатыр деген сондай сырттың оларға беріп жатқан былайша айтқанда үлкен насихат сондықтан біздер енді
белгілі бір топтарға біздің үніміз жетпей жатса да, бізге олардың жаңағыдай біздің оларға насихатымыз өтпей жатса да, негізгі біздің өзіміздің мынау жаңағы елдегі қарапайым қара көздерімізге пайғамбарымызды танытуымыз керек. Оның биязылығын, оның жаңағыдай мейірімділігін, пайғамбардың асыл екендігін жеткізе білгенімізде, міне сол кезде біздер пайғамбарымызды таныстырған болып есептелеміз. Сол нәрсе халықтың жүрегінен орын табады деп білеміз, иншалла. Алла разы болсын. Аман ұстаз, сіз өзіңіз тәжірибеңізден осы пайғамбарымыз насихаттауға қалай жұмыс істеу керек деп ойлайсыз? Шынымен де ұстаз айтқандай, ұстаздың тәжірибесі де көп, шынымен де өте маңызды көп нәрселер айтып кетті. Ол кісінің жанына да ой қоспай қойсақ та болады, осының өзі жеткілікті ғой негізі. Бірақ бір айтқым келетін нәрсе, осы пайғамбар саллаллаху дәріптеудің ең бір күшті бір менің ойымша бір жолы, ол адам егер де шынымен жүрегімен пайғамбар саллаллаху жақсы көрсе, шынымен де пайғамбар саллаллаху деген ішкі мына махаббаты толып тұрса, ол міндетті түрде сыртқа көрінеді. Міндетті түрде. Ол кезде біздің сол жүрісімізден, біздің мәмілемізден, біздің бүкіл әрбір индивидум, әрбір мұсылман адам егер пайғамбар саллаллаху осы керемет түрде жақсы көретін болса, иншалла әрбір мұсылманның бойынан пайғамбар саллаллаху еске түсіру керек қой. Егер де әрбір мұсылман солай жақсы көрсе пайғамбар саллаллаху сүннетін жақсы көрсе, өзін жақсы көрсе, мына жүректегі тұрған нәрсе ол міндетті түрде шығады. Оны көрген адамдар міндетті түрде пайғамбар саллаллаху еске алады да. Оны кімде-кім пайғамбар саллаллаху еске алса сізге қарап, онда альхамдулилля сіздің миссияңыз орындалып жатыр. Альхамдулилля, онда сіз иншалла адамдарды тура жолға саласыз. Бүкіл іс-әрекеттер, жаңа ұстаз айтқандай қосымша әрекеттің бәрі қосамыз, солмен бірге бәрін біздің ерекше қазақ қоғамымызды, жалпы үмметімізді сол пайғамбар саллаллаху махаббатқа деген осылай жүрегімізде басталған мына кішкентай шоқ бүкіл үмметтің барлығын пайғамбар саллаллаху сүннетіне әкелуге иншалла келеді деп ойлаймын. Алла разы болсын. Енді біз қорытындыласақ болатын шығар деген ойдамын. Біраз пайдалы дүниелер айтты. Алла тағала осы айтылған көптеген пайдалы насихаттарға амал сау нәсіп етсін. Ең бастысы пайғамбарға деген махаббатымыздың артып, сол кісінің өмірбайын зерттеп, тек қана зерттеп қана қоймай, өмірімізге қолдануға әрекеттесейікші. Осы жерде бір айтып отыр да, жаңағы біз Шамаил Мұхаммади кітабын жарыққа шығарғаннан кейін халық тарапынан бір естіген пайдалы лептердің бірі, ықыластардың бірі андай болды. Біздің кітаптың ерекшелігі ол істерде теориядан практика дейтін бөлім бар екен дейді. Біздің әрбір хадис соңында хадистен алар пайда дейтін жер бар ғой. Енді ол керемет нәрсе. Біздің ойымыздан шығатын нәрсе емес. Негізі Әл-Азхар университетінде сабақ берер кезде сондай бөлім бар да, әрбір хадис түсініп болғаннан кейін хадистен алар пайда деп. Бөлім оқытатынбыз. Сол жерде де бізге кейбір халықтың айтатын несі бар, ұсыныс бар да жалпы. Біз мешітке барамыз, уағыз насихат естиміз, бірақ уағыз насихаты бізге сол айтылған дүниені қайта өмірге қолдану керек бізге айтылмайды дейді. Біз естиміз жалпы, бірақ общий информация келеді дейді ғой. Бірақ оны қалай өмірге қолдану керек бізге жол бермейді дейді. Ал Шамаил Мұхаммади кітабының ерекшелігі сол әрбір хадистерді түсіндіріп болғаннан кейін өмірге қайта қолдануға болады. Сол айырылы нұсқаулық бар еді. Сол сияқты пайғамбарымыз өмірбайын оқу, зерттеу, Шамаилін, Хасойсын білуде тек қана білу емес, бәлки өмірімізге енгізу ғой негізі. Сөз енгізетін болсақ, Алла субхана тағала баршамыздың өмірімізге береке береді да. Осы жерде жаңағы қазір мәжілістің соңын бір немен баяндап жатыр, жаңағы салауатты маңыздылығы. Айтады ғалымдарымыз, әрбір адам жер бетінде өмір сүреді, бірақ ең соңғы сәтте бәріміз өретімізді білеміз ғой, түбінде бәріміз. Көркем жан тапсырудың сыры ол үнемі пайғамбарымыз салауат айтып жүр дейді да. Кім деген пайғамбарымыз үнемі салауат айтып жүрген болса, ол көркемде жан тапсырады дейді. Біз университетте шәкірттен бір кітап оқымыз, Исхаф Мурудин дейтін, кімнің Үлбаптың авторының несі, Майдани. Сол кісі айтады да, адамның көркемде жан тапсыру үшін бірнеше амалдар бар дейді. Соның бірі жаңағы таң намазы мен құптан намазын үнемі жамап жүру. Соның бір амалдардың бірі көркем жан тапсыру, ол пайғамбарымыз саллаллаху үнемі салауат айтып жүру дейді. Осы жерде осы жаңағы айтып жатқан Далал-ул-Хулд кітабының авторы имам Жазули бар ғой. Сол кісінің жерден хабар келеді. Бұл кісі кітабын жазып шығарды ғой енді. Кітабын жазып шығарғаннан кейін бұл кісінің жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху салауат айтуды дәрістеріне қосқан дейді. Соншалық дәрістеріне қосқан себепті Алла тағала имам Жазулиге ықылас себепті береке беріп, бұл кісінің дәрістеріне 12 мың адам қатысқан екен.
12 мың жуық адам бір стадион ғой ол. соншалықты дәріс адам қатысқан дейді. Кейіннен бұл кісінің сол дәріс беріп жүрген уақытысы жаңағы Португалия мемлекетінің және Марокко мемлекетінің несі бар, отарлау саясат жүріп жатқан кез екен да. Сөйтіп бұл кісіні жаңағындай қастандық істеп өлтіріледі. Кейбір айтады бұл кісі ұл беріп өлтіріледі деп, жалпы бұл кісі осы жан тапсырады қастандықпен. Сөйтіп ол негізі қайтыс болған кезде өзінің туған жері емес, басқа жаққа жерленеді негізінде. Жерленеді. Сөйтіп уақыт өте келе жаңағы адамдар біз өзіміздің жаңағындай ғалымымызды өзіміздің жерден жерленген қалаймыз деп қоймай несін ашырады ғой, қабірін. Сол қабірін ашып қалса, имам Жазунидің денесі сол қалып тұр дейді. Алла тағала енді бізде дінімізде карамат деген ұғым бар ғой. Және бұл нәрсе андай кейбіреулер ойлап қалған қиял деп ойлауы мүмкін, бірақ негізі тарихта беккен дейді негізінде. Мысалы үшін ана неде Ухуд соғысында сахабалар қайтыс болды. Сол қателеспесем Омардың немесе Абу Бәкірдің заманында қатты сел жүрген кезде жаңағы Ухуд соғысында қайтыс сахабалар несі қабір ашылған еді, сол денелері солғып тұрған дейді. Құран аят бар ғой, ла тахсабанна фисаби амуат, Алла тағала діннен қайтыс өлді ойламаңдар. Өлді деп ойламаңдар. Олар тірі, бәрі сезбейсің дейді аятта. Сөйтіп жаңағы тіпті нелерінде қатесіз Салман ба әлде Файсал ба король бар ғой ненің Саудияның сол заманда сол сел жүрген дейді. Саудияда сол кезде жаңенің шәкірттердің денесі сол қалпында қалған дейді. Тағы да ашылды. Сол кезде жаңағы тіпті айтады ғой, Хамза радиаллаху анхудың қолын көтерген кезде жаңағы хин несінен ашты ғой, жаңағы бауырын тістеп еді ғой, сол жерде қан ағып тұрған дейді. Алла, свежий. Бұл Ухудтың ағасы болса, сонымен қатар неде Иордания бізде не бар ғой, Муъта соғысы болды ғой, сол жерден Жафар, басқа да сахабалар жаңағы кім Зайд ибн Хариса сахаба қайтыс болды, солардың денесі сел жүрген кезде олардың денесі солып жатқан дейді. Және бұл жаңағыдай хабар емес, кәдімгі Иорданияның өкіметі бекіткен екен да, мәселеде ше осындай орын алды деген сияқты. Муъта соғысында шәкірттер солай қайтыс болғанда денелері шыққан екен да. Яғни мән беретін болса, осы тарихта бекіткен оқиғалар бар, бірнеше денелері сол шыққан. Иә. Ол жаңағы кім Ухуд соғысында шәкірттер болса, және сахабалар болса, бірақ осындай дәрежеге имам Жазуни жеткізген нәрсе ол не емес қой, шәкірттік емес қой, ол не? Салауат. Пайғамбар салауат жазып кітап қалдырып кеткен да. Және ғалымдар айтады, кім бұнда кім айтады, Юсуф Жабір айтады, кім пайғамбарымыз саллаллаху салауат айтып осы дәл кітапты оқып жүрген болса, сол адам бәрі көркемдеп жан тапсырады дейді. Яғни ол кітапты соншалық Алла тағала береке берген соншалық, яғни осы кітапты, яғни өйткені пайғамбарға ол жерде салауат бар. Енді Алла тағала да қасиет Құранда я айюхаллазина аману деп жаңағы кутиба алейкумус сиям деп жаңағы сендерге жаңағыдай алдыңғыларға парыз болған секілді иман келтіргендер, ораза сендерге де парыз болды, намаз оқыңдар, зекет беріңдер деп барлық құлшылықтарды жалпы осы неге байланысты айтады дейді, иман келтіргендерге қатысты айтады. Ал енді бірақ құлшылық бар дейді да, қасиет Құранда Алла тағала өзіне міндеттеп бастап айтады дейді. Астағфирулла, инналлаха ва малаикатаху юсаллуна аля. Алла пайғамбарға салауат айтады. Және періштелер айтады депті. Сондықтан қасиет Құранда бір аят бар. Алла тағала ол құлшылықты өзінен бастайды дейді. Бұл салауат жалпы ұлық құлшылықта бұл. Өйткені бұған уақыт бір белгіленген нәрсе, белгіленген тарихи дәрет немесе жағдай бір не керек емес. Любой уақытта ақыл есі жайында тұрған кезде айта берсе болатын ұлық құлшылық, бұл ұлық құлшылық арқылы Алланың разылығына бөленеміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның міне бізге сол салауатқа жауап беруіне бөленеміз. Және де ертең қияметте осы салауатты көп айтқанымыз арқылы ешқандай жаңағы пайғамбарлар тіпті өзінің нәпсім деп тұрған кезде осы пайғамбарымыздың шапағатына ие болады екенбіз да салауат арқылы. Сондықтан осы жасап жатқан қызметтеріңізге, үмметке жасап жатқан мынау жеңілдетіліп, оның сырын, мағынасын, оның не үшін жасап жатқандығын түсініп барып істеуге енді барларыңыз салбастар ғой. Алла тағала болса еңбектеріңізді иншалла жемісті болуын Алла нәсіп етсін дейміз. Иншалла Алла тағала осы бастап жатқан ізгі ниеттеріңізді қабыл етіп, оған өзінің битауфиқи дейді ғой, Алланың тауфиғымен, Алланың жәрдемімен соны толық бітіруге,
қазақ қоғамына сол пайғамбар саллаллаху деген махаббат ашылуын, онымен қоса әрбір жаңа өзіңіз айтқандай сөрелерде Құранмен бірге осы кітап тұратын болса, тек қазақ қоғамына емес, иншалла қазақша бір аударып алайық, содан кейін орысша, басқа тілдерге аударып, соны бүкіл әлемге, бүкіл мұсылман үмметіне иншалла осындай кітап болуын, әрбір мұсылманның, өйткені салауат айтқан сайын пайғамбар саллаллаху салауат айтады, онымен қоса сол кітапты жазған авторына да салауаты болады, және иншалла осы бағлан ұстаздың ниетіне сай иншалла Алла соны жазсын. Өйткені қиямет күнге дейін ең тоқтамайтын ізгі сауаптардан болсын иншалла. Осы ниеттерге иншалла Алла тағала жеткізсін. Сол арқылы пайғамбар саллаллаху мен иншалла қиямет күні пайғамбар саллаллаху қолынан Кәусар бұлағынан сусынуымызды иншалла бәрімізге нәсіп етсін. Мәжілістің соңғы әдеттегендей жаңағы ғалымдар айтпақшы, кейде мәжілістен тұратын болса, пайғамбар Аллаға мақтау, пайғамбар салауат айтып тұрсын дейді ғой. Сол сияқты үнемі салауат айтып жүретін болсақ, өміріміздің соңында иншалла көркем түрде жандап сұрамыз. Алла тағала сіздерге разы болсын. Уақыт бөліп осы пайғамбар саллаллаху жайлы салауат жайлы бөліскендеріңізге, осы мәжіліс берекелі болсын бәрімізге. Жаңағы періштелердің құзырында Алла тағала мақтанатын мәжіліс болсын. Әмин. Бұл мәжілісте отырған осы әрқайсы отбасымызға, осы камера сыртында отырған кісілерге Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху құрмет етті, берекелер берсін. Әрқайсымыз өмірімізге салауатты айтып, пайғамбарымыздың өмірін зерттеп, меңгеріп, өмірімізге қосуды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Аллахумма солли аля саййидина Мұхаммад ва аля али Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا ذو الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله өзіңнің әлсіз құлыңбыз Алла тағала біздердің шамамыздың келгенше ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жайында қатысты айтқан ой пікірлерімізді ортаға салған ойларымызды естіп білген үйренген білімдерімізді Алла тағала өзің халықтың жүрегіне жетуін Аллахым өзің нәсіп еткейсін. Кем кетіктерін өзің ғафу рахим сипатыңмен кешіріп кеңшілігімен қабыл алғайсың. Аллахым біздерді қате кемшіліктен өзің қорғап қоршағайсың. Аллахым осы азғантай ғана болған іс әрекеттерімізді Алла тағала өзің берекеңді бергейсін. Разы болғайсың. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қасында фирдаус жәннатында бірге болуымызды Алла тағала біздерге нәсіп еткейсін. Аллахым пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға деген ғашықтығымызды, махаббатымызды, өзіңе деген ғашықтығымызды, махаббатымызды арттырғайсың. Аллахым біздерді ең жарлықтан, жалқаулықтан, кеселден, Алла тағала ғапылдықтан өзіңе сыйынамыз. Біздерді қорғап қоршағайсың. Раббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллах. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, құрметті бауырлар. Сіздермен бөлісетін қуанышты хабарымыз бар. Баршаңызға белгілі болғандай, біз осы уақытқа дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам артықшылығы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ерекшеліктерін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту маңызы жайлы насихаттап келеміз. Енді кезекте ислам тарихындағы ұлы ғалым имам Жазуи рахмаллаху тағаланың Далаилул Хуррат кітабын төл тілімізге аударып, сырға толы салауат деген атпен сіздерге ұсынғалы тұрмыз. Егер біле білсеңіздер, бұл кітап Құраннан кейінгі мұсылмандардың арасында ең көп таралған кітаптардың бірі. Өйткені мұсылмандар тарих бойы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуын еш тастаған емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту сіздерге қос дүниеде берер пайдасы көп екені баршамызға анық. Бұл кітапта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтудан басқа Алла елшісінің кешкісін келбеті, артықшылығы және ерекшеліктері және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту арқылы белгілі бір табысқа жеткен ғалымдардың оқиғаларымен, қиссаларымен бөлісетін боламыз. Кітап жайлы толық ақпарат алу үшін көрсетілген нөмерге хабарласыңыздар.